Қайырлы күн. Бүгін біздің Атпресс алаңында облысымыздың бас имамы Болатбек Ұласханұлы сұхбатымызға келіп отыр. Алаңымызға қош келдіңіз. Алда келе жатырған ораза қабыл болсын. Жалпы сұрағымызды осы оразадан бастайықшы. Жалпы адам оразаға қалай дайындалуы керек? Жалпы оразаның мақсаты не? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмағин амма бад. Ассаламу алейкум. Құрметті әлеумет. Енді ең бірінші мына жаңа студияларыңыз құтты болсын. Осындай әдемі елімізге, халқымызға, жастарға пайдалы өте сұхбаттар көбірек түсуін нәсіп етсін. Шығармашылық толағай табыс тілейміз өздеріңізге. Енді барша елді, халықты мына келе жатқан қасиетті Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймыз. Бұл енді кезінде сахабалар, игілер, ізгілер айтпақшы, Рамазанға кім кірді, сол құтылды дейді ғой. Өйткені бұл Алла тағаланың сондай мейірімі, кешірімі, Алланың рахымы төгілген бір қасиетті ай. Бір айды үйіп төгіп Алла тағала беріп қойған қасиетті ай. Сондықтан айтат кезіндегі сахабалар бұл Рамазан айын 6 ай бойы сағына күткен, бұл айдың келуін, соған жетуді армандаған Рамазанға. Сол секілді Рамазан біткенде де оны шығарып салуында да сол қимастықпен соны қимай шығарып салып, сондай өздерінің осы айдың қасиетіне деген, айдың жалпы қадір қасиетін түсінген олар осы құрметпен қараған. Енді Рамазанның мәні сол. Құранда Алла тағала астағфирулла мынау айтады, сендердің алдарындағыларға парыз қылғандай, сендерге де Рамазан айында, яғни сендерге де Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның үмметтеріне де Рамазан айында ораза ұстау парыз етілді дейді. Демек, бұл жерден енді бұл алдында да пайғамбарлардың қауымдарында ораза болған. Сол секілді біздің де Мұхаммед пайғамбарымыздың үмметіне де 30 күн ораза ұстау Рамазан айы келген уақытта парыз қылынған. Біріншіден, оның енді Рамазанды Алла тағаланың мұсылман адам жалпы бұны Алла тағаланың парыз етіп берген амалы деп соны қабылдап мойынсынуы ең бірінші нәрсе. Жалпы ниетте жалпы сондай болу керек ең бірінші. Бұл Алла тағала жаңа Құранда Бақара сүресінде, пайғамбар хадистерінде бізге бұны парыз етіп, Алла тағала амал етіп бізге жүктеп тұрғаннан кейін біз соны орындаймыз. Әміріңізге құлдық деп Алла тағаланың алдында пенденің солай итағат қылуы деп қабылдаймыз Рамазан айы. Енді жаңа айтқан Рамазан айы дегенде бәрі жаңағындай тек қана тамақ ішіп жеу деген нәрсені түсініп қалуы мүмкін да. Ондай емес. Жалпы Рамазан айы тек қана ішіп жеуден ғана емес, ол бүкіл адамның 12 ағзасы ораза болатын қасиетті ай. Жалпы ауырып жүрген адамдар бар, оларда бірақ ораза ұстағысы келеді. Осы кісілер Рамазан айында не істеу керек? Енді жаңа Бақара сүресінде осы Рамазан айы айтылған аятты айттым ғой, сол сияқты бұл жерде де Рамазан айында сапарда болған адамдар, ауырып қалған адамдарға кейінгі күндері соны толтырсын деп ары қарай аят жалғасады. Осы оразаға байланысты аятты Алла тағала сөйтіп әмір етеді. Ал енді созылмалы ауруы бар, мысалы дәрігерлер ол адамға мысалға үздіксіз сағат сайын мысалға 3 сағат сайын ішіп отыратын дәрісі болу керек. Басқа да денсаулықтары көтермейтін болатын болса дәрігерлер аш жүруге, оның су ішпей қалуына, асқазанына тамақ бармай қалуына болмайтын сондай аурулар, созылмалы ауру дейді. Сондай болатын болса, оларды босатады шариғат. Сол секілді қарт кісілерді үлкен, шамасы келмейтін қарт адамдарды да ораза ұстаудан босатады. Ол кісілер фидия бере алады. Ол кісілерге шариғатта үкім бойынша фидия дейді, шамасы келген адам. Енді бұл жалпы шариғаттың талаптары, беріп тұрған құлшылықтар
адамның шама шарқына қарайды ғой барлығына. Рахмет. Жалпы енді осы жерде оразаның адамның денсаулығына енді пайдасы туралы айтып өтсеңіз, жалпы. Енді жаңа айттым, бірінші ниетті бұзып алмау керек. Әрбір адам ораза ұстаушы. Бұны Алла тағаланың Құранда бізге парыз қылған оразасы, міне сонымен мойындап, және пайғамбар өзінің хадис шарифінде айтады ғой, кім Рамазан айында оразаны шынайы Аллаға иманмен, яғни ықыласпен, Алла тағаланың міне парызы, міне Алла мен саған жақындаймын осы ораза арқылы деп, сондай ниетпен, тек сауабын тек бір Алла ғана береді деген ниетпен ораза ұстайтын болса, Алла тағала оның бүкіл күнәсін кешіреді деген пайғамбардың сүйінші хадисі бар сондай. Сол ең бірінші сол ниетпен пенде оразасын ұстаса, кейінгі енді денсаулыққа пайдасы ол өте орасан зор пайдасы бар. Қазір тіпті естіп жатсыздар жаңалықтарда да, қазір көзімізбен де көріп жатырмыз, ашығу әдістерімен адам емделу деген нәрселер бар. Тіпті содан докторлық диссертациялар қорғалып, дәрігерлер, медицина ғылымдарының ғалымдары бүкіл дамыған Токио, Европа елдерінде осы оразаның жалпы ашығудың пайдасын көріп жатыр. Оның қандай денсаулыққа зиян. Сол сияқты міне оразаның кезінде де адам бір ай бойы өзін белгілі уақыттарда ішіп жеуден адам тияды, ашығу арқылы. Сол арқылы бүкіл жүректің қақысы, қанның қоюлануы, тері ауруларына дейін, адамның терісіне дейін дұрысталады ол асқазан. Іштегі бүкіл керек емес жаман нәрсе шығару деген нәрселер. Сол сияқты жүректің дұрыс қақысы, қан айналуына дейін барлығына көмектеседі бұл несі, пайдасы оразаның. Денсаулыққа енді көп адамнан, ораза ұстаған адамдардан сұраса, ораза біткеннен кейін адамның қандай жеңілденіп қалған, өзінің артық нәрселерден құтылған, рухани тазарудан басқа да кәдімгі тән физиологиялық та адам тазарып, сондай сезінетін бәрі айтады оны, сондай нәрсені сезіп. Тіпті сол оразаны кейбіреулер содан бастап жаңағы нәпіл болған оразаларды да ұстап жүреді. Соны өткен пайдасын көзі жеткеннен кейін. Ол сияқты бұл енді адамның денсаулығына кері әсер ететін, зиян келетін нәрсені Алла тағала еш уақытта пендесіне бұйырмайды. Жалпы өзіңіз айтып қалдыңыз, жаңа нәпіл ораза мен Рамазан айындағы оразаның бір шариғаттағы ерекшеліктері бар ма, арасында айырмашылық? Жаңа айттым ғой, бұл жаңа ислам, біздің дінімізде ислам 5 парызға негізделген, 5 парызға орныққан дейді ғой. Соның ең бірінші Алла тағала иман келтіру, калима шахадатты айтып, екінші намаз оқу. Соның үшінші парызы ол Рамазан айында ораза ұстау. Ол парыз амал. Парыз деген біз оны міндеттіміз орындауға. Қарыз деген сөз адам оған. Ал жаңа нәпілді, ол парыз бен нәпілді, нәпіл ол ұстасаң сауап, ақыретте де сауап аласың, бұл дүниеде пайдасы. Ал ұстамай қалсаң ешқандай саған біреу сұрау жоқ. Не жазылмайды. Түсінікті. Күнә жазылмайды. Жалпы енді Рамазан ол мұсылмандардың үлкен мерекесі, асыға күтетін мерекесі. Осы 30 күн оразада алда жоспарланып отырған іс-шаралар туралы айтып өтсеңіз. Енді бұл мұсылманның айтып жатқан үлкен асыға күткен, Алла тағаланың қасиетті қылып қойған айлардың ішінде ең төресі, жаңа айтқан сахабалар қалай сағынып күтсе, мұсылман жалпы жұрты, халқы осы қасиетті Рамазаннан дәл сондай күтеміз біз. Енді бұл айда бір амал істеген еселеніп қабыл болатын, санын тек бір Алла ғана біледі оның сауабын. Осы оразаға байланысты құдси хадисте де айтады ғой Алла тағала. Мен адамның амалдарының, оразадан басқа амалдардың бәрі өз үшін, ал ораза ғана тек мен үшін дейді. Және мен оның сауабын өзім беремін дейді. Сауабын айтпаған тіпті. Оның қаншалықты қандай қарымтасы өте үлкен. Сондықтан бұл сондай ай болғаннан кейін бұл айда жалпы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ізгі амалдар көп, игі амалдар жасауға тырысады. Ең бірінші бұл Рамазан айының қасиеттілігі сол, ол Құран түскен ай. Рамазан айы, Құран айы деп те синоним ретінде қолданады Рамазанды. Өйткені бұл қасиетті Рамазан айының
қадір түнінде алғашқы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Құран аяты осы түскен жер бетіне. Сондықтан бұл айды Құран айы дейді. Сол Рамазан айында біздің ең бірінші атқаратынымыз Құран оқу. Мешіттерде қатым Құрандар, кешкілік тарауих намаздар оқылады. Тарауих намаздарда қариларымыз қатым Құран түсіреді. Басынан аяғына дейін 30 күнде Құран толық оқып шығады. Сол секілді күндізде кітаптың жүзінен үлкен қарт кісілерден бастап әжелеріміз бар, отырып, енді күндіз жастардың көп жұмыста болады, осы үлкен кісілер, зейнеттегі адамдар бәрі мешіттерде 10-та ұйымдастырылған, әр мешітте ұстаздар, имамдар Құранды оқу. Және Құран жаттап жүрген шәкірттер арасында Құран сайыстары өткіземіз, бағалы сыйлықтары өткізіп, ол енді барынша осы Құран айы болғаннан кейін Құранның айналасында көп шаралар жүргіземіз. Сол секілді бұл жаңа айтқан бұл айдағы істелген бір амал еселеніп қалу болады ғой. Пайғамбар хадисінде айтқандай, кімде-кім ораза ұстаған адамның аузын аштырса, ол сол ораза ұстаған адамның сауабындай сауап алады дейді. Ораза ұстаушының да сауабы еш кеммейді дейді. Міне сол үшін адамдар бұл Рамазан айында ауыз аштыруға асығады. Сол мешіттерде барынша енді барлық мешіттерде қолымыздан келгенше сол ауызашар дастархандарын ұйымдастырамыз. Ол кімге арналады бірінші кезекте? Енді жалпы халыққа, жұртқа ауыз аштырады, бірақ оның ішінде енді оқуда жүрген студенттер болуы мүмкін, жолдағы адамдар болуы мүмкін, басқа да адамдар мешітке келетін жамағаттарға арнап дастархан жайып ауызашар береміз. Енді сол секілді бұл ораза айындағы айтып жатқан қайырымдылық іс-шаралар. Көп азаматтар жалпы сауап алу үшін осы имамдар тарапынан азық-түлік себеттерін үйлестіру деген секілді басқалай да енді мынау қаражаты бар, парызы болған айтқан 5 парыздың 4-ші ол зекет беру болса, ол жаңа өзінің нисап мөлшері сондай зекет беруге толып тұрған азаматтар, байлар, кісілерге осы Рамазан айында зекеттерін беруге тырысады. Олар да жақсылық жасап өзінің қаражатынан. Сондай нәрселерді біз ұйымдастырамыз. Жалпы Рамазан айы бір мереке секілді мешіттерде өтеді ғой, барлық нәрселер ішінде, таңнан кешке дейін. Жалпы биыл Атырауда қанша мешіт ашылады деп отырсыздар? Жыл енді басталып жатыр. Біз енді өткен 2025 жылы 7 облыс бойынша 7 мешіт ашылды. Оның ішінде осы қаланың ортасында бір мешіт, қаланың шеткі ауылында бір мешіт ашылды. Және сол сияқты мынау аудан орталықтарында Құрманғазы, Махамбет, Қызылқоға ауылында және Құлсары қалалық мешіт ашылды өткен жылы. Және сонымен қатар тұңғыш рет сондай басынан аяғына дейін арнайы Құран жаттау орталығы деп салынған Сұлтан Бейбарыс атында Қызылбалық ауылында үлкен Құран жаттау орталығы ашылды. Кәдімгі заманауи түрде барлық несі қарастырылған. Қарилар өзімізден шығады дейсіз. Қариларды дайындап шығаратын медресе, яғни Құран жаттау орталығы ашылған болады. Енді биыл да Алла қаласа салынып бітуге жақын мешіттеріміз бар. Және бітіп тұрған мешіттер бар кейбір. Бірақ құжаттамалық тіркеу жұмыстары, оның барлығын заңдастырып ашатын боламыз. Құдай қаласа, енді қазіргі таңда әр ауданда, мысалға Құрманғазы ауданында, Қызылқоға аудандарында 1-2 мешіттен бітіп тұрғандар бар. Сол секілді мынау қаланың ішінде де бітіп тұрған мешіт бар. Құдай қаласа, осы жылдың өзінде де бір 5-6 мешіттің үстінде ашылайын деп тұрған шығар, Құдай қаласа жамағат үшін. Рахмет. Жалпы осы бізде Атырау облысында діни кадрлармен қамтылу деңгейі қаншалықты шешіліп жатыр қазіргі таңда? Аллаға шүкір, енді Атырауда қазір енді облыс бойынша жұмыс істеп отырған өте білімді, білікті, өзінің осы мамандығының иесі азаматтар, мамандар бар. Аллаға шүкір жетерлік. Бірақ енді
жалпы енді жаңа айтылып жатқандай жылдан жылға мешіттер көбейіп жатқаннан кейін ол кадр тапшылығы ол тоқтаусыз ол тұра береді, ол күн тәртібінде тұр ол кадр тапшылығы деген нәрсе. Өйткені жаңадан мешіттер қосылады, басқа қылады, сосын қызмет ауысулар деген сияқты нәрселер болады. Ал жалпылама алғанда бұл жерде кәдімгі араб елдерінде оқып келген, Түркия мемлекеттерінде оқып келген, сосын Алматы қаласында Нұр-Мүбарак университетін бітірген, сосын еліміздегі Ақтөбе, Орал, Астана, Алматы секілді қалалардағы диплом беретін медресе колледждерді бітіріп келген мамандарымыз Аллаға шүкір бар. Араб тілін жетік меңгерген, Құранды көбірек жаттаған кәдімгі мамандар қазір мешіттерімізде Аллаға шүкір жұмыс істеп жатыр. Имам болып та, ұстаз болып та, олардың арасынан ең білімді деген 20-ның үстінде білікті ұстаздардан құралған білім алқасын құрдық. Ол жерде де айына 2 мәрте жиналып, отырып 3-4 мәрте кітап оқу. Қазіргі таңдағы жалпы кітап оқу деген нәрседен қалып баратыр ғой енді жастар. Өйткені неше түрлі мындай цифрлық жаңағыдай әлеуметтік желі дейді, интернет, телефонға шұқылағаннан кейін кәдімгі қағаз кітаптарды оқу. Сол үрдісті де бір жағынан жандандыру, басқа да мешіттегі діни қызметкерлерге, шәкірттерге келіп жүр, оларға да сондай бір үлгі болу үшін, бір өнеге алу үшін де сол жұмыстарымызды жүргізіп жатырмыз. Және ең оның тиімдісі ол жалпы мынау айтып тастап болмайды енді ол жат ағым дейді, дін адасып жүрген кейбір діни жат ағымдардың оларға да сондай қарсы төтеп беру және мынау жамағатты, елді, жастарды солардан сақтандыру мақсатында осы ілім алқасында ұстаздар, білікті ұстаздар өздерінің сабақтарын мешіттерде жүргізу, осы әлеуметтік желілерді пайдаланып өздерінің сұхбаттарын шығару деген секілді, сабақтарын жүргізу деген секілді нәрселерді сол аясында жүзеге асырып жатырмыз. Жалпы осы облыстың бас имамы ретінде осы өңірдегі діни ахуал туралы айтып өтсеңіз, жалпы өзіңіз қалай бағалайсыз, қандай бір мәселе бар ма рухани өмірімізде? Жалпы Аллаға шүкір, Атырау облысындағы діни ахуал қазіргі таңда тұрақты деп айта аламыз оны. Өйткені жалғыз тек қана бұл біздің Қазақстан мұсылман діни басқармасы мешіттер ғана емес, осы әкімшілік тарапынан да арнайы басқарма бар, дін істері осы. Соған қарасты орталықтар бар, дін мәселелері. Солардың барлығымен теологтар да бар, осы дін саласымен айналысып, имамдармен қатар. Барлығымыз бірлесіп жасап жатқан жұмыстың жемісі, нәтижесі деп білеміз. Аллаға шүкір, жаңа айтып жатырмыз, барлығын шешетін ол кадрлар ғой, енді ұстаздар, соларды көбірек білімді, білікті, өз мамандығын иесі және өз мамандығына адал болған жандар көбейген сайын мынау жаңағыдай діни ахуалында тұрақтануы соған байланысты болады бір жағынан. Бұрындар енді мүмкін сондай бір нелер болған шығар, өткен діни кадр тапшылығы болды, басқа болды, үлгермейді адамдар естіп. Бірінші келген ақпарат жаңағындай адамға ыстық болады, бірінші естіген. Сол үшін осы бірінші түзу ақпаратты беруге қазір тырысып жатырмыз барлық адамдарға. Мешітке келуші бар, келмей сырттан бақылаушылар бар, жалпы әлеуметтік желі болса, әлеуметтік желінің барлығын пайдаланып жатырмыз осы діни тұрақтылықтың бекуіне. Рахмет. Сұхбатымызды қорытындылайық. Жастарға не айтасыз? Жастарға, мен енді жастарға айтатынымыз жалпы Алла тағала енді біздің тағдырымызға әркім тағдырын Алла тағала білуші ғой, жазылған дейді. Бірақ енді әрбір адам өзінің тағдырына өзі жауапты. Тек бір Алла ғана осылай жазған ғой маңдайыма деп ысырып қойып өмір сүруге болмайды. Әркім өзінің бақыты үшін, өзінің жақсы бұл дүниеде де, қияметте де жақсы өмір сүру үшін адам күресу керек күні-түні. Жалпы өзі шырылдап өмірге келгеннен бастап, мынау бесіктен қабірге дейін білім іздеңдер деп пайғамбарымыз хадисінде бекер айтпаған ғой. Ол білім алу ерге де, әйелге де парыз деп айтылуының өзі хадистерде бекерден бекер емес. Ол кәдімгі бізге осы адам затқа жалпы өмір сүрудің қағидасын нағыз соны бекітіп айтып тұр. Сондықтан
қазіргі заман білімді адамның заманы, көп ұйықтамайтын адамның заманы, тек жабырлап тіршілік істеген адам ғана қатарының енді қатты алды болып кетпесе де тіпті соның ортасында адам жайбарақат өмір сүре алады. Ал жаңағыдай отырып әркімге бір ренжіп, болмаса анау жетпейді, мынау жетпейді деп адам отыра берсе, ол өзіне кері әсерін тигізеді. Соны жастар әсіресе қазір білсе, сондай-ақ жаңағыдай бірден бәрін болғанын қалайды ғой қазір. Ешқандай бұл дүниеде дүниелік мысалы жетістікке жеткен, ол мүмкін басшы бола ма, ол үлкен бизнесмен бола ма, ол үлкен ұстаз, ғалым бола ма, мысалы қазір өте танымал ұстаздар да бар ғой дін саласында, өте. Солардың барлығы бір пәсте ұйқыдан тұрып, болмаса миына бірдеме құйылып, болмаса дүние пайда бітіп кеткен ешқайсысы жоқ. Бәрі қиналумен, түндері ұйқысыз, күндері еңбекпен, жүгірумен өткен адамдар өмірін қарайтын болса, сондықтан ол бірден бәрі болмайды. Уақытымен жастардың көбісі жалындап тұрады. Жас уақытта адамның бүкіл эмоциясы да қатты болады, сабыры да әлсіз болады. Сол әр нәрсе өзі сабырмен келетін. Дінде де пайғамбар айтады ғой, бекерден бекер айтпайды ғой. Бұл ораза, бұл оразаның тақырыбы, ол сабырдың жартысы, сабыр діннің жартысы дейді ғой. Мысалы діннің жартысы. Сондықтан көп жерде сол сабырсыздықтың кесірінен, асығудың кесірінен жас кезімізде үлкен қателіктерге ұл болсын, қыз болсын бой алдырып алады соған. Сабырсыздықтың кесірінен. Сол кішкентай сабыр сол нәрседе біреумен біреу жастар қазір бір-бірімен төбелесіп жатқан нәрселер бар. Бір-бірін тіпті өлтіріп қойып жатқан нәрселер бар. Соны қазір бір 10 жыл өткеннен кейін, 5 жыл өткеннен кейін тіпті сол істеген ісіне өзі ұялып, өзі өкінеді. Бірақ сол уақытта сол жастық жалындаған сезіммен ол нәрсені сезініп тұрған жоқ. Бір өзің бір намыс өліп, бірдеме тиіп жатқан сияқты, бір өзін батыр сезініп жатқан сияқты, сондай сияқты мүмкін болып тұру. Бірақ сол уақытта мысалы сабыр, кішкентай сабырлық сақтай білгенде ол нәрселерден бәрін қателіктерге бой алдырмайды. Қыз бала да сондай. Сабырсыздықтың кесірінен көптеген қателіктерге бой алдырады, сосын өмірінде өмір бақи өкініп жүргендер де бар. Сондықтан сол біздің жалпы жастарға айтатынымыз сабырлы болып, тек білім алып, осы заман білімнің ғасыры, сол білім алып, еңбектенетін болса, иншалла өмірі Алла тағала сол берекелі болып қалады. Мынандай бір нәрсе бар да пайғамбардың хадисінде. Уақытымыз бар ғой, айта беріңіз. Иә, пайғамбардың хадисі бар да мынандай. Кімде-кім ғұмыр жасының ұзақ болуын қаласа, өмір жасының ұзақ болуын қаласа, молшылықта өмір сүргенді қаласа, кедейшілік кебінін келмесе, ата-анасын құрметтесін, туысқандармен байланысын үзбесін дейді ғой. Кімде-кім туысқандармен байланысын үзбек, қарым-қатынасын қатты сақтайтын болса, соған мән беретін болса, оның ғұмыр жасы ұзақ болады деген, ата-анасын құрметтеген адамның да осындай сол нәрселерді айтады. Сонда айтады, ғалымдар айтады, енді ол Алла тағала адамның ғұмырын туған кезде бекітіп қоймай ма, мынандай жас өмір сүреді дейді ғой. Оны қалай ол ұзартады дейді ол. Ұзарады дейді ол. Хадисте ғұмырын ұзақ болғанын қаласа деп айтып тұр ғой дейді, ол қалай дейді. Сонда кейбір ғалымдар соны тәпсірлеп түсіндіреді. Ол жердегі айтып тұрған адамның ғұмырына Алла тағала береке беріп қояды дейді. Ол мейлі жаңағыдай ол ұзақ өмір сүруі мүмкін, бірақ өмірі оның берекесіз болып өтуі мүмкін. Ол мысалы 80 жасқа, 90 жасқа қалай келгенін де білмеуі мүмкін жаңағыдай. Кілең сол берекесіз өмірмен адам өмір өткізу. Ал бір адамдар бар, жалындап келеді, жалындап кетіп жатқан қаншама қыршын кетіп жатқандар бар, жас кетіп жатқан адамдар бар. Бірақ бұл өмірінде өзінің әкелік миссиясын да атқарып кетіп жатыр, күйеулік, балалық миссиясы, тіпті өмірдегі тұлға болып, басшылықта осы қоғамға, өзінің отанына үлкен жаңағыдай еңбек қалдырып, кейінгі ұрпақтар соны пәленбай пайдаланып отыр. Кешегі алашшылар секілді мысалы қанша сол секілді адамдар болуы мүмкін. Сол нәрсе ол адамның ғұмырына береке беру деген, ұзару дегендегі нәрсе, сол өмірі берекеленуі. Бір күн өмір сүрсе де оның өмірі сондай
бір Алланың береке қылып қояды. Барлығы мәнді, сәнді өтеді. Міне соны айтқан деп ғалымдарымыз тәпсірлейді да. Сол секілді біздің осы ғұмырымыздың берекелі, мәнді, сәнді өтуіне біз жұмыс істеуіміз керек қой. Рахмет көп.